келіп отырмыз. Яғни шаңырақ тренингісі арқылы көңіл күйлерін тілейтін сендерге шаңырақтың берекесі бірлікте, бақытты негізі татулықта демекші жақсылық деймін. Ал енді балалар, біз бірден қазір топқа бөлінеміз. Ол үшін біз тақтада шаңырақ тренинг арқылы шаңырақты уықтарын алдық. Осы уықтарды алу арқылы балалар біз топтасамыз. Ол үшін мына осы оқушылардың ішінен маған 4 мықты деген оқушы ортаға шығаршы. Келіңдер. Ал осы оқушылар мына жерден кейіпкерлерді сіздердің таңдаймыз. Ал енді осы оқушылар әр топқа барып тұра алыңдаршы. Жақсы шындап тез әрқайсың бір топқа. Мұнан кейін балалар мына жерден уықтарды алу арқылы соңында сөз тіркестері, осы кейіпкерлерді бейнелейтін мінездемелер бар. Сол арқылы топтасамыз. Кез келген уықты алып, балалар оқып, жинақталамыз. Кәнеки алыңдар. Мағжан Жұмабаев кім? Ақынның қандай туындылары бар? Мағжан Жұмабаев ұлы ақын болған, оның Батыр Баян атты шығармасы бар. Жақсы отыра ғой. Тағы да кім айтады, қандай туындылары бар? Көп қой. Қандай? Батыр Баян. Батыр Баян. Жақсы. Одан да басқа бізде көптеген туындылар бар екен. Мағжан Жұмабаев сыршыл ақын, ақынның қорқып, ертегі, толғау атты да туындылары бар екен. Келесі сұрақ. Қалмақ қызы қандай жағдайда қолға түседі? Айтады. Батыр Баян қалмақ еліне жорыққа барғанда қолға түседі. Жақсы отыра ғой. Кеспелік қойып. Келесі сұрақ. Батыр Баян Оян мен қалмақ қызын қай жерге келгенде ақ көрсетеді? Батыр Баян қалмақ қызы мен өзінің қызын Оянды Жолдыөзек деген жерге келгенде атып өлтіреді. Жақсы. Батыр Баян поэмасының негізгі идеясы қандай екен? Бізді не нәрсеге тәрбиелейді идеясы? Сөйлей ғой. Батыр Баян поэмасының идеясы бізді ашумен шешім қабылдамауға тәрбиелейді. Жақсы отыра ғой. Тағы да сондай-ақ не нәрсеге тәрбиелейді? Елін, жерін сүюге тәрбиелейді. Кішкене жаңағы қосылымыз керек еді. Елін сүю және қорғауға. Жарайсыңдар. Енді топ басшыларына мен ойымызды жинақтап айтамын. Бұл көп тұра бермейді, кадр сәл ғана тұрады, содан мен келесі сурет шығарамын. Сондықтан бұл топ кадр деген тез айту, жылдамдыққа бізді үйрететін жұмыс екен. Кәдімгідей мына суреттердің орнына ауысқан деп ойлаймыз. Және ол қай сурет бірінші тұру керек еді? Қай әңгімеден басталу керек еді? Абылайханның суреті ең бірінші тұру керек. Иә. Ол жерде не істейді Абылайхан? Абылайхан белгілеп, жорыққа батырларды жинайды. Жақсы, ол бірінші тұру керек. Отыр. Келесі бізде қай сурет тұру керек еді? Кім айтады? Дұрысын? Ортадағы сурет. Өйткені ол жерде соғысқа аттанып жатыр. Соғысқа аттанып батырлардың барлығы не істеп жатыр? Бас қосып жатыр. Жақсы. Айша тұра ғой, енді бізде үшінші осы келеді екен. Бұл жерде не істейді екен? Қалмақ қызын тұтқынға алады. Тұтқынға алып келеді. Сол жорықтарда жаңағы жауаптарды айттыңдар ғой. Қазақ қалмақ арасында жорықтары көптеген шапқыншыл сол бір жорықта кімді алып келді? Қалмақтың қызын тұтқындап алып келген болатын. Ал мына сурет бойынша ойымызды тағы да жинақтап айтамыз балалар. Осы суреттен қайсысы тұрады бірінші? Ал ортасындағы суреттен ол нені бейнелейді? Баянның анасы сезімді тұрды. Кімге? Қалмақтың қызына. Отыра ғой. Әңгіменің желісі енді қай суретке келіп кіреді? Сөйле ғой. Бұл суреттен Ноян мен және қалмақ қызы Ноянға еліне баруды ұсынады. Иә, сөйтіп, ол не істейді? Еліне аттанады. Аттануға көндіреді. Жақсы. Сол мына жақтағы, бергі жақтағы суреті. Ал енді келесі, отыра ғой, келесі қай? Енді бейнелейді, сөйлей ғой. Екі қыз ғашықтан кейін Батыр Баян қызына өкініп екеуін шатап жылайды.
жылайды. Яғни мына жоғарыдағы мына суретіміз неге солған бейнелейді екен, жақсы. Ал енді тағы бір сурет қалды, ол суретін бейнелеп тұр бізге. Жансұлу. Ол суреттен Батыр Баян ашу үстінде қалмақтарды артына қуып барады. Қалмақтар оны өлтіріп жатқан кездегі бейнесі бейнелейді. Сөзіне де қарасақ, сол мені айтып тұр екен, бейнелейді екен, жақсы балалар. Біз бір жағынан тез жинақтады ойымызды, өткенді еске түсірдік. Ал қараңдар балалар, мінекей Батыр Баян поэмасы отаншылдықтың өрен үлгісі деді. Өйткені біз жаңағы бағана айтып кеттік қой, идеясы не болады деген кезде біз айтқанбыз. Елін, жерін қорғау, яғни отанды сүюге тәрбиелейді. Арыстанның айбатыма кім шыдар, жолбарыспын маған қарсы кім тұрар. Көкте бұлт, жерде желдің гулеген, жер еркесін, жердің жөнін кім тұрар деп, ол жерде Мағжан Жұмабаев өзінің қандай қиындық болса қарсы тұра алатындығын білдіріп тиеді. Ал ені 3 километр. Бұл Жолдыөзек бізге байланысты ма? Жолдыөзек бізге байланысты себебі Баян Батыр қосқа шықты, осы жерде атып өлтірген болады. Неге жұрттарға мен тапсырма беремін қазір? Екі жақты күнделік әдісі бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші жұп батырдың тұлғалық болмысын гуманистік тұрғыдан талдау жасаймыз. Екінші жұп берілген үзілген көптеу құралдарын табады. Үшінші жұп ішіне сыртынан кестесі арқылы поэмадан ноян, құралай кейіпкерлерінің ерекшеліктерін анықтап жазады. Неке балалар, мен әр жұпқа толық дайындап келдім. Екекден жұмыс ұстасын жасаймыз балалар. Өзімнің қалай менің ойымша деп кейіпкерге жазады. Менің ойымша Баян өз елінің халқын сүйеді. Және де ол туған жеріне кетсе, оған жететін жоқ жер екенін, оған жететін жер жоқ екенін айтады. Мінез ерекшелігін анықтап жазыңыз. Олардың жақсы қасиеттері. Құралай өте әдемі, сұлу қыз, ал Баян Батыр өз ақылы білегінде. Сыртына кейіпкердің жаман қасиетін жазады. Айлакер және қу, Ноян өз елін сатып кетті. Айлакер қу деп кім жазды? Құралайды. Құралай. Ал Ноянның? Ноян өз елін сатып кетті. Сатып кеткен оқасы жазды. Жақсы тұрауыз. Келесі. Қыран мен қара құстай алысқан шақ, алты алаштың баласы Абылайдың астында ақ туы табысқан шақ. Қазақтың батырлары бәрі қыран, сонда да бір батыр жоқ Баянды айтам. Жауының бір жоқты бір сұлуын ал, ер Баян алып қайтқан артына сап. Жақсы тұрауыз. Келесі тақырыбымыз. Ал енді осы сөздің синоним, антоним қалай айтуға болады? Ашушылығы кейіс деген тіркесте қарама қарсы қандай антоним сөзбен айтуға болады? Ашушылығы кейіс өкіну екен. Ал енді осыған қарама қарсы қандай сөз айтуға болады? Сабыр түбі саралсын. Өйткені әр ойланып кетсе жақсылыққа апарады.